Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Маненің Баварияға ауысқалы отырғандығы енді құпия емес. Инсайдерлердің арқасында ойыншының талаптары мен келіссөздер қалай өтіп жатқандығының барлығы белгілі. Билд басылымының хабарлауынша Мерсисайд пен мюнхендіктер келісімге келуге жақын. Мане Ливерпуль басшылығымен кездесу өткізді және Юрген Клопптың өзі ойыншыны сатуға рұқсат берді. Бірақ Ливерпуль Баварияның Мане үшін ұсынған 35 миллион еуросынан бас тартты. 35 миллион еуро өте жақсы ұсыныс. Бірақ оның 10 миллионы тек бонустар. Бонустар қазіргі футболда үйреншікті жағдай. Бірақ Бавария бұл бонустарды Мане Чемпиондар лигасын 3 рет және алтын допты 3 рет жеңіп алған жағдайда ғана Ливерпульге төлейтін болады. Менің ойымша бұл өте күлкілі. Қандай дені дұрыс адам бұндай ұсынысқа келіседі? Ливерпуль әрине бұл ұсынысты кері қайтарды және Мане үшін 45 миллион еуро талап етіп отыр. Милан керемет чемпиондықтан кейін осы трансферде демалмай жұмыс істеуді көздеп отыр. Олар келесі маусымда Скудеттаны тағы да жеңіп алып, Чемпиондар лигасында жақсы өнер көрсеткісі келеді. Николас Кераның хабарлауынша Милан Лиль мен Ренату Санчештің ауысымы бойынша келіссөздерді сәтті аяқтады. Милан 24 жастағы жартылай қорғаушы үшін 18 немесе 20 миллион еуро төлейтін болады. Франкесе кеткеннен кейін Миланның осы трансфердегі басты мақсаты Санчеш болды. Бұдан бөлек журналист Жан-Лука Ди Мартияның хабарлауынша Милан Ливерпульден шабуылшы Дивок Оригиді және Ромадан қорғаушы Александро Флоренциді сатып алады. Александро Флоренци өткен маусымда Милан сапында жалға ойнаған. Бұдан бөлек Милан Лиль қорғаушы Свен Ботман, Сасуоло шабуылшы Доминика Бернарди және Брюге жартылай қорғаушы Шарль де Кеталармен келіссөздер жүргізуде. Осы трансфердің бәрі өте күшті көрінеді. Бірақ қазір Санчеш бұрынғы Бавариядағы ойынын көрсете алмайды. Ориги керек кезде керек жерден табылатын өте жақсы шабуылшы. Тіпті Клопптың өзі жанкүйерлерден Оригиді жиі шығармайтындығы үшін кешірім сұраған болатын. Ботман керемет маусым өткізді және Миланға ауысуға өте лайықты. Берарди болса 33 ойында 15 гол соғып, 14 нәтижелік пас беріп, осы маусымдағы Италияның жұлдыздарының біріне айналды. Ювентус жалға алу келісімшартында белгіленгендей 35 миллион еуро төлегісі келмейді. Сондықтан осы жазда клубтан Альваро Мората кетеді. Моратаға Ньюкасл Юнайтед пен Арсенал үлкен қызығушылық танытып отыр. Артета Моратаны Арсеналдан кеткен Ляказеттің орнына қойғысы келеді. Ман-Сити мен Габриэл Жезус бойынша келіссөздер тоқтап қалды. Сондықтан канонирлерге қазір басқа шабуылшы табу керек. Calcio Mercato басылымының хабарлауынша Ньюкасл Арсеналға бәсекелес болуға дайын. Ньюкаслға Мората не үшін керек екендігі әлі белгісіз. Командада негізгі ойыншылардың барлығы өз орындарында қалды. Ешкім кетуді ойлап отырған жоқ. Бірақ Альваро Туринде қалуы мүмкін. Sky Sport Италия басылымының хабарлауынша Атлетико Моратаны Мойзе Кинге ауыстыруға дайын. Алегри итальяндықты алаңға мүлдем шығармай жүр десек те болады. Диего Симеоне болса Мойзе Кинді команданың негізгі ойыншылардың біріне айналдырғысы келеді. Еркін агент статусымен жүрген Гарет Бейл өзіне жаңа команда іздеуде. Тоттенхэм ұзақ уақыттан бері Бейлді Лондонға қайтаруды ойластырып жүрген. Бірақ Антонио Конте ойыншыны командаға керек емес деп шешті. The Telegraph басылымының хабарлауынша Гарет Бейл енді шпорлар сапына қайта оралмайды. Хетафе президенті Анхел Торрес Санчес өзіне Бейлдің агенті хабарласып, ойыншыны ұсынғанын айтты. Мен Бейлдің агентімен 45 минут бұрын телефон арқылы сөйлестім. Ол өзінің ойыншысын бізге ұсынды. Біз бұл ұсынысты қарастырып жатырмыз, деді президент. Бұдан бөлек ойыншыға MLS клубтары Атлетико Мадрид, Кардифф Сити және Ньюкасл Юнайтед қызығып отыр. Ойыншыға басты үміткерлердің бірі Ньюкасл Юнайтед. Шайықтар ойыншыға Реалда алғанымен бірдей жалақы ұсынып отыр. Енді тағы сәл ғана шыдасақ, Реал Чауменидің трансферін ресми түрде жариялайды. 13 маусым Чауменидің Реал Мадридтегі алғашқы күні болмақ. ПСЖ француз үшін Монакоға Реалдан да көп ақша ұсынды. Бұл тартысқа Ливерпульде қатысты. Олардың ұсынған ақшасы аз емес, бірақ барлығы бір Чауменидің сөзімен шешілді. Ойыншының өзі Реалда ойнағысы келеді. Қазір Реал мен Монако арасында барлық келісімге қол қойылып болды. Реал Мадрид ойыншы үшін бонустарды қоспағанда 80 миллион еуро төлейтін болады.
RMC Sport басылымының хабарлауынша, келісімшартта көрсетілген барлық бонустар іске қосылса, Реалға 116 миллион еуро төлеуге тура келеді. Бұдан бөлек Реал трансфердің сомасын құрайтын 19%-ық салықты жабуды өз мойнына алды. Француз бірінші медициналық тексеруден өтіп үлгерді және Испанияға көшіп келуге дайын. Ливерпульді Садио Маненің командадан кетуі мен Мухаммед Салахтың кету мүмкіндігі алаңдатып отыр. Қызылдар Бенфикаға Дарвин Нунес үшін қомақты қаржы ұсынды. Журналист Фабрицио Романо мырзаның хабарлауынша, Ливерпуль ойыншы үшін 80 миллион еуро төлеуге дайын. Егер Бенфика бұл сомаға келіспесе, онда бағаны 100 миллионға дейін көтергісі келеді. PSG мен Реал уругвайлық үшін таласты артта қалып қойды. Дәл қазір ойыншы үшін Манчестер Юнайтед пен Ливерпуль таласуда. Бірақ екі командада өз мүмкіндіктерін жақсы біледі. Сондықтан екі жақта бір-бірінің ұсынған сомасынан басып озуға тырысып жатқан жоқ. Көптеген басылымдардың хабарлауынша, Ливерпуль Бенфикамен ауызша келісіп қойды. Нунестің өзі де Энфилдке ауысқысы келеді. Зидан PSG бас бапкері. Бұған дейін бұл жай ғана қауесет болып қалған. Біз PSG-ға Жозе Мауриньоны келеді деп күткен болатынбыз. Бірақ бірнеше күннен бері беделді басылымдар Зиданның PSG-ны баптауға келіскенін жарыса жазып жатыр. Мунда Депортиво басылымның хабарлауынша, шейхтар Зиданның барлық талаптарын орындауға дайын. Біріншіден, Зидан әлемдегі ең үлкен жалақы алатын жаттықтырушы атанады. Екіншіден, команда толықтай Зиданның қол астында болады. Үшіншіден, Мбаппе PSG сапында қалуы керек. Бұл талап бірінші болып орындалған болатын. Кейбір басылымдардың хабарлауынша, барлық келіссөздер 11 маусым күні сәтті аяқталды. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.